Бүгін достар, сіздермен Ұлдынай қазақша рецепті каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге таңғы асқа бар жоғы 20 минутта дайын болатын кекстің ең жұмсақ әрі дәмді түрімен бөлісетін боламын. Құрамындағы барлық мөлшерін астына описанияға жазып қалдырамын, сол жерден көре аласыздар. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Біз ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды қосып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Жақсылап миксерлеп алдық. Енді ертілген сармаймыз және сүтімізді қосып, тағы да жақсылап миксерлейтін боламыз. Ендігі кезекте ұнымызды қосамыз. Ұнымыздың үстіне қосқышымызды қосып жібереміз. Мен ұнымызды екіге бөліп қостым. Сіздер барлығын бірде қосып алсаңыздар да болады. Және жақсылап барлығын миксерлеп аламыз. Сонымен біздің массамыз дайын болды. Міне біздің қамырымыздың қоюлығы осындай болу қажет. Енді кекстің формасын дайындап, қамырымызды салып шығамыз. Менде қағаз форма болды, сіздер қалаған формаларыңызға салып пісіре берсеңіздер болады. Бір қасықтан салып шығатын боламыз. Мен бетіне осылай шоколад қойып шықтым ортасына. Сіздер қалаған жаңғақ немесе мейіз қойсаңыздар болады. Және үстіне қайтадан жарты қасықтан салып шығатын боламыз. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып дайындап аламыз. 180 градуста 20-25 минутта пісіп шығатын болады. Міне қыздар, кексіміз пісіп шықты. Тез дайын болады. Қыздар, жасап көріңіздер таңғы асқа. Өте күшті болады. Және маған лайк басып, комментария жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар, ас болсын.